Ұлықпанның ұлына өсиеті. Ұлықпан ұзақ уақыт сапар шегерінде ұлына 3 түрлі өсиет қалдырып: әйеліңе сырыңды айтпа, жаңа байғаннан қарыз алма, әкімнің нөкерімен дос болма дейді. Баласы әкесінің айтқандарын тексеріп көргісі келді. Сосын бір қойды сойып, етін қапқа салып, қанын сорғалатып үйіне келді. Әйелі: бұл не деп сұрады. Ері: түзде бір кісімен ерегісіп байқамай өлтіріп алдым. Қаптағы соның денесі, қораға көмейік, сен ешкімге айтпа деді. Ертесіне жаңа байған танысынан әдейі қарыз алды. Арғы күні әкімнің Даруха нөкерін қонаққа шақырып, онымен дос болды. Бір күн отбасында ойламаған жерден жанжал туады. Әйелі екеуі біраз жерге барысады. Әйелі шыдамай кетіп: құдайыңды ұмытайын деген екенсің, қылмысыңды әшкерелеп дарға тартқызам деді. Әйелі сол заматта ханға барып: менің байым адам өлтірді, денесі қорада көміліп жатыр, айтсаң өлтіремін деп мені қорқытты, деп байын ұстап берді. Хан нөкерлеріне: қылмыскерді кім әкеледі деді. Сол кезде патшаға жағымпазданған Даруха: тақсыр, рұқсат болса мен жеткізейін, өткенде оның үйінде қонақта болғанмын, түрі сол кезде маған ұнамаған, бұйырсаңыз алдыңызға сүйреп әкелемін деді. Жеткіз деп бұйырды патша. Жандайшап нөкері тілге келместен досын жығып салып, қол аяғын байлап, ат артына өңгеріп сүйрей жөнелді. Досы: Даруха досым, бір күн ас бергенге 40 күн сәлем деген. Үйімде талай отырып ас жеп едің, қолыма арқам батты, босат, өз аяғыммен барайын деді. Даруха көнбеді. Жолда жаңа байыған танысы кездесті. Досының істі болғанын көріп, қап, қарызым қайтпайтын болды-ау деп жаны қалмады. Хал сұрамастан досым қарызымды қайтар деп жабыса кетті. Досы: бауырым тұра тұрсаңшы, басыма іс түсті, құтылсам қарызыңды қайтарамын десе де, ол ізінен қалмай сарайға еріп келді. Хан: қарағым, бұл не масқара? Сені ел Ұлықпанның ұлы деп айтады, ата даңқына дақ түсірдің деді. Бала: әкем 3 түрлі өсиет айтты, соның растығын тексермек болдым. Әйелімді алдап, қораға қой көмдім. Мұқтаждығым болмаса да жаңа байғаннан қарыз алдым. Достарым көп болса да сіздің нөкеріңізбен жолдас болдым. Арты осыған әкеп соқты деді. Хан қораны тексертті. Расында да қораға қой көміліпті. Хан оған риза болып баланы босатады. Жолаушының жолақысы. Ұлықпан хакім бір жас баламен сапарлас болады. Жас жігіт салған жерден: ақсақал, жолымыз бір сияқты, әңгіме айтыңыз, жол қысқартсын деді. Ұлықпан: мыңның түсін білгенше бірдің атын біл деді де түн-түнсіз жүре берді. Сөз астарын ұқпаған бала қайтадан қолқалап: ақсақал, көпті көргенсіз, ақыл айтыңыз деді. Ұлықпан хакім бұрылмастан: балам, отырған орныңды сақта деді. Бала бұл сөздің не мәнісін аңғармады. Ата, болмаса білгеніңізді айтыңыз, біз де біле жүрейік деді. Ұлықпан: балам, асылыңды сақта деді. Бала ішінен мынау бір қырсық шал екен деп ойлады. Осылайша екеуі бір ауылдың шетіне ілікті. Ұлықпан: балам, мына ауылдан құман сұрап әкелші, дәрет алайын деп баланы жұмсады. Бала ауылдан құман сұрап барса, олар: құман сұратқан кісінің есімі кім деді. Бала: атын білмеймін деді. Ауыл жұрты: құман сұратқан молданың атын білмейтін қандай кешішесің? Сапарда қарияның атын сұрамай насыбай сұрадың ба деп ұрсып жібереді. Бала қайтып келіп ақсақалдың атын сұрады. Қария: Ұлықпан хакім деген кісі сұратып жатыр деп айт деді. Ұлықпанның атын естігенде ауыл ақсақалдар оның алдынан шығып қарсы алды. Қой сойып қонақ қылды. Ұлықпанға сәлем беретін кісілер көбейген сайын қасындағы серігі үлкендерге орын беріп есікке ығыса берді. Ұлықпан мұны әдейі байқамаған болып отыра берді. Серігі босағаға отырған сол ауылдың балаларымен табақтас болды. Ет турап отырғанда бір бала оның кездігін сұрап алып қайтармады. Ұлықпан хакім бұны да байқамаған сыңай танытты.
Қонақтар тарқаған соң серігі Ұлықпанға: ата, кездігімді бір бала алып бермей кетті, алып бересіз бе деді. Ертесіне аттанарда Ұлықпан қасындағы жас балаға көрсетіп: мына бала немере інімнен қалған жалғыз тұяқ. Осыдан 1 жыл бұрын інім сапарға кеткеннен оралмады. Іздеп мәйітін таптық. Жон арқасында бір кездік қадалып тұрды. Содан бері бұл кездіктің иесі табылар ма екен деп ел аралап жүрген жайымыз бар. Кеше кездіктің иесі осы ауылдан табылды деді. Ауыл ақсақалдар кездікті алған баланы шақырды. Кездікті не үшін алдың деп сұрағанда: еш нәрседен хабар жоқ, қаннен қаперсіз тұрған бала. Бұл кездік менікі деп жауап береді. Бұл уәжді пайдаланған Ұлықпан өз сөзіне өзі куә. Інімді бұл баланың әкесі немесе ағасы өлтірген деп құн сұрады. Алған бала: кездікті ойнап алып едім деп азар да безер болды. Ұлықпан құн даулап отырып алды. Ақсақалдар шарасы құрып: айып бізден, төрелігін өзің айт деді. Ердің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы деген. 100 жылқыны алғанмен інім тірілмес. Баласына ер тұрманымен ат мінгізіп шапан жабыңдар. Осымен бітсейік деп төрелік айтты. Ел жұрт бітімге риза болып сұрағанын берді. Хакім ауылдан ұрағасын жас жігітке: кездескен күні жөн сұраспадың. 1 көрген біліс, 2 көргенің таныс, 3 көргенің туыс деген. Таныспай жатып әңгіме сұрадың. Мен саған 1000-ның түсін білгенше 1-дің атын біл дедім астарлап. Оны ұқпадың. Соның кесірінен 1 құманға 2 бардың. Екінші мәрте әңгіме сұрағанда орныңды біл дедім. Сөз мәнісін білмей босағадан бірақ шықтың. 3-ші ретте асылыңды сақта дедім. Бозбалалар басынып кездігіңнен айырды. Соның кесірінен жалған дау шығарып өтірік құн сұрадым. Жолаушылық ақың үшін кездігіңді әперемін деп келеңсіз дауға келіктім. Бұдан былай сөзді ишарадан ұқ. Жақсыға ишара, жаманға не шара депті. Ұлықпан мен Зұлым патша. Зұлым патша Ұлықпанның даңқын көре алмайды. Іштарлығы шыдатпай сынықты сылтау қылып оны зынданға тастатады. Ақылды болса осы зынданнан аман шықсын дейді. Зынданның аузын көміп үстіне егін ектіреді. Зынданға қамарда Ұлықпанды сыйлайтын бір нөкер оның қойнына 1 дорба құрманы салып жібереді. Зынданда жарты жыл соны азық қылады. Бірде патша ас жеп отырғанда тамағына құрманың дәні тұрып қалады. Көлденен кептелген дәнді ешбір дәрігер ала алмайды. Барлық емші тәуіпті жинап: егер ем таппайтын болсаңдар бәріңді дарғасамын дейді, қаһарланып. Сонда бір қария тұрып: Ұлықпан деген данышпан бар. Әміріңізбен зынданға қамалғалы жарты жыл болды. Өліп қалмаса бұның емін сол білер деді. Патша дереу зынданды аштырып, әлсіреп жатқан Ұлықпанды шығарды. Ол әлденген соң кіріптар патша ауруына ем сұрады. Бел балаңызды бауыздап, жүрегін пісіріп жеңіз. Сонда жазыласыз. Болмаса ажалыңыз осы дәнектен деді. Патша шошып кетті. Ақыры уәзірлері үгіттеп көндірді. Ұлықпан оның баласын байлап сарай қалдырды. Патша баласын өлімге қимай жылай берді. Хакім оған: жүрегіңіз шыдамас, баланы тасалап перденің арғы жағында бауыздайын деді. Ұлықпан перденің артына білдірмей бір қоя кеп жасырды. Сосын: ей жігіт, саған ажал, маған бұйрық келді, әкең үшін құрбансың деп баланы емес, жанындағы қойдың өңешін пышақпен орып жіберді. Қой қор ете қалғанда патша жан жүрегі бұлқынып, тұла бойы сілкініп, бар даусымен шыңғырып жіберді. Сол кезде іріңдеп тұрған тамағы бұрш етіп жарылып, құрма сүйегін аузынан атып жіберді. Өзі де есіден танды. Сәлден соң есін жиып қарасы баласы алдында отыр. Ұлықпан: балаң аман деді. Патша оған риза болып сый-құрмет көрсетті. Қоштасарда: мен саған дұшпандық қылдым, сен болсаң мені ажалдан алып қалдың. Қалайша кек алмадым деді патша. Сонда Ұлықпан хакім: жақсыда кек болмайды, кек болса тек болмайды. Кімнің кеудесінде кек болса, соның жүрегіне хақтың нұры дарымайды деген. Ақылды адам дұшпаннан дос жасайды, достан бауыр жасайды, бауырдан тәуір жасайды. Зынданға салдың деп кектеспеймін.
Құдайсыз қурай сынбайды. Бірде сапарлас серігіме бөтен ауылдың балалары қиянат қылды. Соның ақысын әперемін деп жалған дау көтеріп құн төлеттім. Бұл азабым сол өтіріктің жазасы. Әділ Құдай себепсіз басқа іс алмайды деген екен. Ұлықпанның қалыңдық айттыруы. Ұлықпан хакімнің ұлы аузынан сөзі, қойнынан бөзі түскен момын, қызға қырсыз, жұмсағанға мінсіз екен. Ержеткен соң лайықты жар таппай жүріп қалады. Бойдақ баласының жүрісі көбейген сайын ел арасында сөз де көбейеді. Болмағасын хакім ұлын ертіп, келінді өзі іздейді. Қалыңдық іздеп, ел аралағанда ұлын аттың бауырына алып, қамшымен сабайды екен. Ақсақал, ұлыңыз не жазды? Деп сұрағанға, айтқанды ек етпейді деп жауап береді екен. Жұрт, балаң айтқан тілді ек етпесе одан артық не керек деп түсінбепті. Күндер өте береді. Бір күні бір ауылға келіп, ұлын тағы сабапты. Жұрт Ұлықпанның мына әрекетін түсінбей, тағы да аң-заң болады. Сол кезде бір қыз: сауап өзіне де, сол керек. Өзі біліп іс қылмайтын ынжықтан, айтқызбай-ақ үй күзететін ит артық. Мұндай еркекке осы жаза лайық депті. Ұлықпан мына сөзді естігенде елең ете қалады. Ұлыма жар болатын ақылды әйел таптым деп түйеді. Сол қызды айттырып, ұлының бағын ашыпты. Патшаның екі қызы. Ертеде патшаның екі қызы болыпты. Патша екі қызын да жақсы көріпті. Қыздары не қаласа соны беріп, бетінен қақпай өсіреді. Бірақ өсе келе қыздарының мінезі өзгере бастапты. Үлкен қызы үнемі мұңаюмен, ал кіші қызы жадырап жүреді екен. Патша бірде Ұлықпан хакімді шақырып: хакім, менің екі қызым бар. Кіші қызым үнемі жадырап жүреді, ал үлкен қызым күлмейді, дертін ешкім білмейді деді. Патшам, рұқсат етсеңіз, сарайыңызда бірнеше күн қонақ болайын, қыздарыңыздың мінезін көрейін, жауабын содан кейін берейін деді Ұлықпан. Патша рұқсат етеді. Ұлықпан екі қызбен күнде сұхбаттасып сыр бөліседі. Байқаса жайдары жүретін кіші қызы ұйықтар алдында үнемі тек жақсылық ойлайды екен. Таңертең ұйқыдан тұрғанда да тек жақсы адамдарды, жақсы істерді ойлап оянатын болыпты. Ал үлкен қызы күні бойы көрген қиыншылық пен жамандықтарды еске түсіріп ұйықтайды екен. Таңертеңде төсектен тұрғанда кешегі көрген жағымсыз оқиғаларды есіне түсіретін болыпты. Ұлықпан патшаға келіп: патшам, өмір айна сияқты. Адам айнадан өзін қалай көргісі келсе, айна оны солай көрсетеді. Өмірдің жақсы жақтарын ойласақ, өмір бізге әдемі көрінеді. Сіздің үлкен қызыңыз өмірінің тек жаман жақтарын ойлап жүреді. Сондықтан оның ойын да жамандық билеп, ашу-ызаға тез бой алдырады. Қабағы ашылмайды. Бұдан былай ол жатар кезінде тек жақсы ой ойласын. Таңертең тұрғанда да жақсы тілекпен, жақсы ниетпен оянсын. Сонда көңілдің кірі тез кетеді депті. Содан бастап үлкен қызы тек жақсылық ойлап жүретін болыпты. Ұлықпан мен шәкіртінің әңгімелері. Ұлықпан хакімнің сұхбатына қатысып отырған бір шәкірті: хакім, білгірлікті кімнен үйрендіңіз? деп сұрайды. Хакім: табан жолын көрмейтін соқырлардан үйрендім. Олар алдын таяғымен түртіп, жолын тексермей бір адым алға баспайды. Жолы қауіпсіз болса ғана жылжиды. Мен де сол сияқты бастар ісімді, айтар сөзімді әбден пысықтап аламын. Игі іс болса қолға аламын, пайдасыз болса доғарамын депті. Ұлықпан хакім өте әдепті болыпты. Одан бір шәкірті: хакім, әдепті кімнен үйрендіңіз? деп сұрады. Әдепсізден деп жауап берді. Әдепсізден не үйренуге болады? Өтірікшіден өзім бездім. Себебі өтірік айтып басы дауға шатылды. Мылжыңнан да қаштым. Бос сөзден оның жүрегі қатайып, жаман мен жақсыны айырудан мақұрым қалды. Өсекшіден аулақ кеттім. Қарасы жұқты. Мақтаншақ өз дамбалын өзі былғады. Одан да жеркендім. Күншіл көршім менімен бақталасып өз бағын өзі тепті. Дөрекі мен тұрпайдан шошындым. Қасында жанашыр туысы қалмады. Қылжақбас қырсықтан жырақ жүрдім. Досынан айырылды.
Өзімшіл тәкаппардан сақтандым. Оларды Құдай ұрды. Осы бақытсыз пенделердің өмірін зерделеп, олардан үлгі алдым. Ғибрат алатын адамға оларда да ғылым бар екен депті. Бірде шәкірті Ұлықпан хакімнен: «Я хакім, дүниеде бақытты күндер, бағдәулет қуанышты сәттер неге тұрақсыз?» деп сұрайды. Хакім: «Тәңірі тағала адамды жаратқанда денесіне бір күн қуаныш, 40 күн қайғы нөсерін жаудырған. Тәубадан жаңылмасын деп шаттығын берсе, шер мұңын да қоса берген. Әлемде жұпсыз зат жоқ. Ақ пен қара, күн мен түн, өмір мен өлім, бақыт пен қайғы, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, сараңдық пен жомарттық, мейірім мен қатыгездік, сынықтық пен тәкаппарлық, күндестік пен ақжүректік, әлем жаралғалы тайталасып келеді. Баянды бақыт пен шексіз шаттыққа жетудің жалғыз жолы адам баласына риясыз қызмет ету» депті. Ақ кебінге оранып, ақтық сапарға кетіп бара жатқан бір байды көріп Ұлықпан шәкірттеріне: «Жер хабар айтып бармасын, мына адам өтірікші екен» депті. Шәкірттер түсінбей: «Өлген адам туралы неге олай айтасыз?» деп сұрады. Хакім: «Осының алдында ғана маған менде зәулім сарай, қора-қора малым, сандық толы алтыным бар деп мақтанып еді. Енді қарасам түгі жоқ, 10 кез боз матаға оранып бақиға кетіп барады» деген екен. Ұлықпанның өсиеті. Ұлықпан хакім дәм-тұзы таусылып дүниеден өтер шағында ұлын шақырып өсиет айтады. «Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сал. Аш жесең бал же» дейді. Әкесі дүниеден өткесін ұлы өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын үйленіп, қала сайын үй салады. Аш ішсе бал ішіп, әбден бар байлығын таусады. Сөйтіп тақыр кедейге айналады. Бір күні ішерге ас, киерге киім таппай тозып, қайыр сұрап кетеді. Ұлықпанның баласының қайыр сұрап жүргенін естіген патша оны шақырып алып: «Әу қарағым, жақсының көзі едің, тектінің өзі едің. Мына жүрісің не? Жұрт сені Ұлықпанның ұлы деп айтады. Әкең өліп еді, күн көре алмай қайыр сұрап кеттің ғой» деді. Жігіт: «Әкем өлер шағында өсиет айтып еді, соны орындаймын деп осындай күйге түстім. Маған жақсы өсиет қалдырмапты» деді. «Қандай өсиет айтып еді?» «Әуелгі өсиеті мен өлген соң жұма сайын қыз ал деп еді. Мен әкемнің сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Қалың малына әкеден қалған байлықтың 1/3 шаштым. Бірақ алған әйелдерімнен еш жақсылық көрмедім. Өсиетінің пайдасын көрмедім. Екінші қасиеті қала сайын үй сал деген. Мен қала сайын үй салдым. Байлығымның тағы да 1/3 құрттым. Бірақ қанша үй салсам да соның бірінде рахаттанып жата алмадым. Үшінші өсиеті аш ішсең бал же деп еді. Мен бұл өсиетінде орындап күн сайын бал жедім. Байлығымның соңғысы балға кетті. Соқыр тиыным да қалмады, әйел де тұрақтамады. Баспанамның бәрінен айырылдым. Бал жемек түгіл бір үзім қатқан нанға зәрумін» деді мұңын шағып. Сонда патша: «Әй баламай, әкеңнің өсиетін ұқпаған екенсің. Әкең дана еді, әр сөзін астармен, мол ғибратпен жеткізетін. Әкеңнің жұма сайын қыз ал дегені, әйеліңе әр жұмада көңіл бөл, сонда қадірің болады, әйелің қыздай көрінер дегені. Қала сайын үй сал дегені, әр қалада достарың болсын, түсетін үйің болсын дегені. Аш ішсең бал же дегені, еңбек етіп аш ішсең балдан тәтті болады дегені» депті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетін сонда ғана түсінеді. Патша: «Әкең өлсе де көзің көрген өлмесін» деген. Ұлықпан хакіммен талай дәмдес табақтас болып едім. Сенің бұлай жүргенің жарамас деп баланы қайтадан ел қатарына қосқан екен. Қиссаның соңы.